сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен бірге фунчоза салатының рецептісімен бөлісетін боламын. Қалай дайындалған көргілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін үзбей қарап шығыңыздар. Ал бисмилля, бастайық. Достар, жас малдың тез пісетін еті болған дұрыс. Етті бірінші соломка қылып турап, оған татымына қарай тұз, бұрыш және де соевый соус қосып, әбден араластырып, бетіне пакет жауып, 1-2 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Ал енді біздің фунчозамыздың құрамына болгар бұрышы, 2 тал қияр, 1 сәбіз, чеснок, кішкентай болғасын 2-ін алдым, ірі болса 1, петрушка, корейский тұз және үйдегі ас тұзы қажет, паприка, уксус, фунчозаның приправасы қажет, және де фунчозаның лапшасы қажет, және де қант қажет болады. Бірінші қайнаған суға тұз салып, фунчозаның лапшасын суға пісіріп аламыз, 10 минут уақытта пісіріп, пісіп болғасын суытып қоямыз. Одан кейін құрамындағы көкөністерімізді дайындап аламыз. Болгар бұрышы мен қиярды жіңішке соломка қылып тураймыз. Сосын сәбізді чимчи салатқа арналған теркамен өткізіп аламыз. Одан кейін чеснокты майдалап тураймыз, немесе арнайы чеснок езетімен еземіз. Одан кейін петрушканы турап аламыз. Осылайша барлық көкөністерімізді дайындап аламыз. Мінекей достар, біздің фунчоза лапшамыз пісті, дайын. Енді табаға аздап май құйып, етті қуырып аламыз. Әбден қуырылған етке аз ғана су құйып, 2-3 ас қасықтай 15-20 минутқа бұқтырып қоямыз, еті піскенше. Ал не етіміз де пісті, оны сүзіп алып, табаға қайтадан май құйып, бірінші сәбізімізді қуырып аламыз, оның ізімен болгар бұрышымызды салып, екеуін бірге қуырып алатын боламыз. Екеуі әбден қуырылғаннан кейін ғана етімізді қосып, үшеуін тағы да 3-5 минуттай қуырамыз. Енді кесеге азғантай ғана су құйып, оған 1 ас қасық уксусты құйып араластырып аламыз. Ал мінекей, енді бізге барлығын араластыру ғана қалды. Бірінші үлкендеу ыдысымызға лапшамызды салып аламыз. Одан кейін обжаркамызды саламыз. Одан кейін қияр, петрушка және де дәмдеуіштерімізді саламыз. Чеснок, уксус араласқан суымыз, паприка, кристальный тұз, фунчозаның приправасы, үйдегі ас тұзы және қант. Барлығын шым-шымдап салып жатырмын, көзбен өлшеп. Ал енді бұны мен үйге өзімізге дайындап жатқасын қолыммен араластыра беремін, перчаткасыз. Ал мінекей, біздің салатымыз дайын. Бұл бір жағынан салат есебінде, екінші жағынан кәдімгі ыстық тамақ есебінде де дайындап жесеңіз болады. Ал бисмилля, дәмін көрейік енді. Дәм өте әдемі шыққан. Егер сізге ащы болғанын қаласаңыз, қызыл бұрыш қоссаңыз болады паприканың орнына. Менде енді біздер қатты ащыны жақсы көрмейміз, сондықтан біз үшін дәм өте керемет. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Менің каналыма жазылып, лайк басып қолдап отырыңыздар. Егер менің рецептім бойынша дайындап жатсаңыздар, комментарийға қалай шыққанын бөлісіңіздер.